Назарбаевтың 30 жылдығы патшалық биліктің 300 жылдығынан, кешегі советтік биліктің 70 жылдығынан асып тосып кетті. Біздің халықты аздырып тоздырып жіберді. Қай жағынан болсын. Біз мына 30 жылдың ішінде құл қылды, қазақ тілі базардың да тілінде керек қылмайды. Осының барлығы бір адамның шексіз билігі бізді соңында құлдыққа қайталап келді. Жаңағы патшалық биліктің, советтік биліктің жасаған құлдығынан мына құлдық бізді қай жағынан болсын аздырып тоздырып жіберді. Діндер кірді, түрлі жамағаттар да келді, теріс ағым келді, басқа да қазаққа күліп күңіріп төрге шығып алғандар өте көп болды. Біздің қоғамда барлығы бай, тек қана қазақ қана кедей. Ақиқаты осы. 30 жылда ең сорлы біздің қолымыздан келмегені Павлодар мен Петропавлды Ұйғыр ауданының атын ауыстыра алмауымыз бұл үлкен сорлылық. Және қазақты қырған осы Алматының тарихында қанды оқиғалар жасаған Шоқанның өліміне кінәлі Колпаковскийдің атында көше Алматының қақ ортасында әлі күнге дейін тұр. 30 жылдың ішінде Колпаковскийдің атында көше болу деген сорлылық. Енді Қазақстанға ешқашан аяғы тимеген, Қазақстан деген өмірінде білмеген Тимирязев деген болған. Ал енді Тимирязевқа біз ең керемет әдемі көшені беріп қойдық. Осы қазақтың мемлекетін құрған, жер үшін күрескен, ұрпағының христиан болып кететін, шоқынып кететін, орыстанып кеткен бәрін біле тұра, қазақ сізбен біз шоқынып кетпеуіміз үшін, сізбен біздің ұрпағымыз аман болуы үшін өзінің ұрпағын құрбандыққа шалып жіберген Әлиханның атына беріп қойған көшеміз анау аэродромный деген барахолканың артында тұрған шолақ қана көше, өмір бақи қоқыстан ашылмайтын жын шайтанның, жын жыбырдың бәрі сол көшеде. Мысалға, міне біз ұлттық тұлғамызға осылай қарап отырмыз. Алматыда Кенесарының ескерткіші бар ма? Әлиханның ескерткіші бар ма? Жоқ. Ал Александр Невскийді қойып қойдық. Біздің идеологиямыз. Өткенде ойбай Нұреке сенесіз бе? Мен жерге кіріп кете жаздадым. Өткенде бір жиынға қатыстым. Енді мынау аты ауысқан керемет партия бар ғой бізде, Аманат деген. Атына заты сай емес. Сол партияның бір жиынына қатысып отырмын. Мен қатысайын деп қатысқам жоқпын. Бір азаматпен кездесуім керек болды. Ол сол жерде делегация екен. Соны күту үшін амал жоқ кіріп отырдым. Өйткені дала қапырық ыстық болғаннан кейін қарап отырсам біздің бір қатарлас жігіттер шығып алып баяндама жасап жатыр. Кемел адам деп мына кісіні мақтау басталды қолдан. Біз бірінші құдайдан әрең деген даярлағанда екінші құдайды қолдан жасап жатырмыз да. Біз не деген бұл шаршамайтын халықпыз? Не деген біз қолдан пұт жасайтын, неге біз қолдан пұт жасап соған сенетін адам халыққа айналып кеттік? Мен өзіміз заманда мынау қызмет үшін арын сататын азаматтар пайда болған. Қайырсыз тақ, қайырсыз кресло үшін міне осындай қоғамда жалтақ, жағымпаздар қалыптасып кетті. Ал енді жағымпаздық, жалтақтық қоғамда ұлттың сөзін сөйлейтін, ұлт болып қалыптастыратын интеллигенция ешқашан қалыптаспайды. Тіпті мен өлтірем дегендер де болды, менің артыма үш әріпті де салғандар болды, менің достарым болды, небір тіпті ұстаздарымнан шығып звондап осы баланы қойдырасыңдар ма, қойдыра алмайсыңдар ма, аузын бұзу керек деді. Бұзсын. Егер өлтіретін болса, Алаш қайраткерлер 9 грамм оқпен атылып кетті. Менің Алаштан ешқай жаным артық емес. Қазір атам десе алсын мысалға. Егер жер бетінде қазақ артық болып баратса, кете берейік. Бірақ мен кетті екен деп қазақтың ордасы орнынан құлап қалмайды, шайқалып қалмайды. Мен келмесем мен мұрыма тағы бір ел дос шығады ертең осы нәрсенің ақиқатын айтып шығатын. Сондықтан бұл жолға мен саналы түрде келдім ғой. Анау прокуратураның сотын алаңға шыққан кезде, халық митингке шыққан кезде қарапайым халықты, шал-шауқандарды, бала жетектеген әйелдерді автозаққа салып қамауға келгенде шебер ғой. Сенің ұлтыңның тарихына балта шауып жатқан, идеологияңды кескектеп жатқан адамның ол ақпараттық қауіп. Кәдімгі ақпараттық қауіпіне ие бола алмай отырмыз. Етек жеңін жинай алмай отырып, біз халықпен күресеміз. Бұл сорлылық, бұл надандық. Абайдың юбилейі жақындайды жыл сайын. 5 жылда бір юбилей болып тұрады. Юбилей деген керемет қой. Ақша жасақ боламыз Абайдың арқасында қалтамыз толтырып аламыз. Абайдың туған жыл тойында білесіз, керемет бір домбыра жасамадым. Аспаннан қарасаң, вертолетпен қарасаң домбыра деп көресің дейді. Ол халықтың кім вертолетпен аспанға ұшып жүр екен? Кім ұшақпен ұшады екен? Біздің халықтың, мына 19 миллион халықтың кемі 14 миллионында халықаралық паспорт жоқ екен. Міне сондай статистика бар. Яғни ұшаққа отырып көрмеді деген сөз біздің халық. Біздің Семейдің қазағы Шымкентке барып көрмеген, Шымкенттің қазағы Петропавлға барып көрмеген. Алып отырған айлығың 100 мың мысалы. Ал ана домбыраны көру керек болса, ол туристік домбыра дейді. Оны төбеге әрқайсымыз қанат байлап көреміз бе? Міне осындай топас Абайдың арқасында ақша жасап отырғандар ғой. Енді өзіңіз ойлаңызшы енді.